Бүгін біз термодинамиканың бірінші заңын қарастырамыз. Бұл сақталу заңы болады, яғни энергияның сақталу заңы. Мына суретке назар аударайық. Бізде поршын берілген, сосын поршынның қақпағы бар. Бұл бізде қақпақ крышкасы. Ішінде газ бар, жасыл түсті деп алайық. Егер оған жылу беретін болсақ, мына астында қызыл сары деген ол бізде жылу. От жақты жылу бердік. Жылу бергенде газдың ішкі энергиясы артады. Дельта өзгерді деген сөз. Оның қысымы бар. Қысым тұрақты болса, ол қызғанда қысым қақпақты жоғары көтере бастайды. Жоғарыға етере бастайды. Сол кезде газдың көлемі өседі. Қақпағымыз көтерілді. Газ L бөлікке жылжыды. Көлем V1 болды. Жылжығаннан кейін V2 болды. Сонда біз екеуін азайтқанда дельта V. Көлем өзгерісі дельта V. Бұдан не көреміз? Бұдан берілген жылу бізде Q ішкі энергияны өзгертуге кетті және жұмысқа кетті. Осыны термодинамиканың бірінші заңы деп атайды. Бұны былайша жазады. Q жүйеге берілген жылу мөлшері ішкі энергияға арттыруға беріледі және жұмысқа беріледі. Термодинамиканың бірінші заңы. Термодинамиканың бірінші заңы. Бұл энергияның сақталу заңы болып табылады. Яғни жылу ешқайда кетпейді, ол ішкі энергия беріледі және жұмыс жасау етеді. Біздің жұмысымыз бұрыннан білетін ол F көбейту орын ауыстыру ғой. Біздің жағдайда F деген ол P көбейту аудан. Оны қысымнан білеміз, жетінші класстан. L. Ауданды ұзындыққа көбейтсек бізде көлем болады. Ал біздің жағдайда дельта V. P дельта V. Бұдан бізде жұмысының формуласы қысым, тұрақты қысым көбейтілген көлемнің өзгерісіне тең. Бұдан біз Q-ны дельта U плюс B дельта V деп жаза аламыз. Бұндағы A деген газдың жұмысы. Ал газдың жұмысы. Bu болса будың жұмысы. Енді келесі сурет қарайық. Мұнда біз газды сығып жатырмыз. Яғни сыртқы күш сыртынан F күшпен басып, біз газды сығып жатырмыз. Көлемі азайып жатыр. Онда бізде термодинамиканың бірінші заңын былай жазамыз. Q тең дельта U минус A деп. Сыққанда A болады. Оны H' деп қойайық, өзгешелік болсын. Бұнда H' сыртқы күштердің жұмысы. Сыртқы күш жұмысы. Q деген жылу мөлшері. Оны бұрыннан білеміз. Жаңа айттық. Өлшем бірлігі джоуль. Жұмысы өлшем бірлігі джоуль. Дельта U ішкі энергия өзгерісі. Ішкі энергия өзгерісі. Өлшем бірлігі джоуль. Сонымен газ жұмыс жасаса, жұмыс қосамыз. Сыртқы күште жұмыс жасаса, азайтамыз. Ол үшін сығу керек. Азайту үшін. Келесі график қарайық. Бізде мұнда бірінші күй бар. V1 көлем болған. Сосын жұмыс жасағанда көлемі өсті V2 болды. Сонда V1-ден V2 азайтқанда бізде дельта V болады, көлемі өзгерісі. Ал қысым бізде тұрақты. Қысым тұрақты. Сонда осы фигурның ауданы бізде жұмыс істей береді. Сонда жұмыс тең болады қысым көбейту дельта V. Егер есеп график арқылы берілген болса, осы көлемдер азайта қоясыңдар, берілген қысымға көбейтесіздер.